Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте жеңіл әрі тез дайындалатын мандариндер тіске басарының рецептісін ұсынамын. Осындай өте әдемі әрі жарқын үлгідегі тағам үстеліңізге ерекше бір сән берері сөзсіз. Алдымен пісірілген тауықтың төс етін осылай ұсақтап тураймыз. Кейін видеода көрсетілгендей ірімшікті, пісірілген жұмыртқа мен 2 дана сарымсақты үккіштің ең ұсақ бөлігінен өткіземіз. Кейін 2 үлкен қасық майонез және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша аскөк те қосуға болады. Кейін 3 пісірілген сәбізді де ұсақ үккіштен өткіземіз. Кейін видеода көрсетілгендей, біздің дайындаған массамызды орташа мандариндер көлемінде дөңгелектейміз. Дәл осы рецептпен шамамен 12 дана мандариндер шығады. Енді сәбізді тағамдық пакет немесе жай ғана целлофанға осылай жайып, үстіне дөңгелектерімізді қойып, целлофанды жауып бұраймыз. Видеода көрсетілгендей, өте оңай түрде мандариндерімізге қабығын жасаймыз. Және барлық мандариндерге осылай қайталаймыз. Мандариндерімізді сәл басып, шынайырақ форма береміз. Безендіру үшін, егер сіздер шынайы мандариндер жапырағын тапсаңыздар, тіпті өте әдемі болады. Бірақ мен таппағандықтан үстіне осылай кепкен қалампыр қойдым. Біздің мандариндеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, тура ауызда ериді. Сіздердің жаңа жылдық үстелдеріңізге ерекше бір сән береді деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр пікірлеріңіз маған үлкен шабыт сыйлайды. Және де әлі алда өте көп рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.